Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін мен сіздермен тағы да 6 сыныптың жаһандық құзыреттіліктер курсындағы мен және менің құрдастарым біз эмоцияларымызды басқарамыз деген тақырып бойынша презентациядағы ақпараттармен бөлісемін. Комментарий жазып, лайк басып, каналға тіркеліп, осы бейне жазбаны тарата отырыңыз. Сабақтың мақсаты эмоция түрлерін тану және оларды басқару, дағдыларын қалыптастыру, құрдастар арасындағы қарым-қатынастағы эмоциялық жағдайларды талдау, өзін өзі реттеу мен түсінікке жетудің жолдарын табу. Сызықшасын қойып кетейін, сызықшасы қойылмай қапты. Табу. Келесі. Енді қолданылатын ресурстарыңыз: постер, маркерлер, эмоциялы карточкалар, жағдаяттық мәтіндер, эмоцияны басқару жұмыс парағы. Психологиялық ахуал қалыптастыру. Шеңберде тұрып, бүгін мен өзімді қалай сезініп тұрмын деген сұраққа әр оқушы бір сөзбен жауап береді. Эмоцияға қатысты болғандықтан тақырып. Одан кейін әрі қарай миға шабуыл бөлім. Бұнда мынандай сұрақ қоясыз: сіз соңғы рет қандай эмоцияны қатты сезіндіңіз? Ол қалай көрінді? Оқушылардан жеке-жеке сұрайсыз. Одан кейін барып эмоция туралы қысқаша түсіндірме айтамыз. Қуаныш эмоцияға жататын белгілер: қорқыныш, реніш, қызғаныш, қуану, ұялу, мақтану, айғайлау. Жетеді ғой. Осылай бірнеше осындай мінез құлықтың бәрі эмоцияға жатады екен. Енді тақырыпты ашамыз. Эмоцияны не үшін басқару қажет деп ойлайсыңдар? Оқушыларға сұрақ қоясыз да пікірлесу минутын ұйымдастырасыз. Әр оқушы өзінің түсінігі бойынша жауап береді. Одан кейін сіз оқушыларға рахмет айтып, оқушылардың жауабын мына қысқаша ақпарат арқылы толықтырып қорытындылайсыз. Эмоцияларды басқару өзіміздің және айналамыздағы адамдардың жағдайын жақсартуға көмектеседі. Мысалы үшін, бәріміз қазір қарастырайық, балалар, сабақ үстінде шулап, бір-екі оқушы шулап отырса, қалған оқушыларға қалай әсер етеді? Ол кедергі жасайды ғой. Олардың да ашу ызасын тудырады. Тыныш отырыңдаршы, сабақты түсінбей қалдым деген сияқты. Немесе біреу сабақ үстінде өзінен өзі айғайлап, жылай салса, немене үйде бір бауырым, мысалы үшін үйде айғайлап жылады. Ол өзінің сұрап тұрған нәрсесінің тілі жоқ болуы мүмкін. Жылап, айғайлау арқылы сұрап, немесе сұрауы мүмкін, немесе өзіне көңіл аудартуы мүмкін деген сияқты. Бірақ ол өзге адамдарға әсер етеді. Бір адам ұйықтап жатса, оның ұйқысын бұзады деген сияқты. Неменеге жылайсың деп сенің де ашуың келеді деген сияқты. Міне, эмоциямен жауап бермеу керек екен, сабырмен қарау керек екен. Сабыр түбі сары алтын деген сияқты балаларды арасында сабырлыққа да шақыратын ақпараттармен таныстыра кеткеніңіз артықтық етпейді. Одан кейін жағдаяттық оқиға. Мектептегі үзіліс кезінде Айгүл мен Жанар жанжалдасып қалды. Айгүл Жанардың жаңа қаламын сұрамай алып қойғанына ашуланып, оны көпшілік алып, оған көпшілік алдында ұрысты. Жанар үндемей
қалды да кейін сынып жетекшісіне шағым айтты. Айгүл ашуы басылғаннан кейін өзін кінәлі сезінді, бірақ қалай кешірім сұрарын білмеді. Енді осы жағдаятты оқиғаны оқып бересіз, немесе жеке әр партаға бір параққа шығарып таратып беруіңізге де болады. Негізі жекелеме жұмыс жасағанда балалар жақсы қызығып орындайды, шуламайды. Одан кейін талдау сұрақтарына жауап сұрайсыз. Оқушыларға негізі шығарып беріңіз. Одан кейін талдау сұрақтарын қойасыз. Бірінші сұрақ: Айгүл қандай эмоцияны бастан кешірді? Жанардың эмоциясын қалай сипаттайсың? Айгүл эмоциясын басқа жолмен қалай көрсете алар еді? Осындай жағдайларда өз эмоцияңды басқару үшін не істеуге болады? Егер сен Айгүлдің орнында болсаң, қандай әрекет етер едің? Енді тапсырма. Оқушылар жұптасып осы жағдаятты сахналап көрсетеді. Алдымен қандай шешіммен, одан кейін дұрыс жолмен. Бұл тапсырманы, жағдаятты оқиға бойынша тапсырманы орындап алғаннан кейін, мына көріп тұрғандарыңыздай жекелеме жұмыс бересіз. Бұны жеке шығарып әкелесіз. Эмоцияны басқару картасы. Эмоцияны қалай басқарамын? Бұнда 3 сұрақтан тұратын тапсырма тұр. Сен басыңда болған эмоция қандай? Міне, қуаныш, қорқыныш, реніш, қызғаныш, қуану, ұялу, мақтану. Екінші тапсырма: не себепті пайда болды? Оны басқару жолда терең тыныс алу, уақыт сұрау, бірден жауап бермеу, серуендеу, сабырлық деген сияқты бәріне мына жерге жауаптарын жазады. Енді бұндай тапсырмаларды сіз мүмкіндігінше жаңағы жағдаятты оқиғаны да, осы тапсырманы да сұрап, жағдаят тапсырманы 2 оқушыға әр партаға бірден беріп, ал мынаны жекелеме шығарып оқушыларға бересіз. Себебі кей кездерде аудандық білім бөлімінен немесе қалалық білім бөлімінен осы жаһандық құзыреттіліктер курсының ұйымдастыруына байланысты, қалай өтіп жатқанына байланысты сұраныстар болады, тексерістер болады. Сол кезде сіз ұялмай өзіңіздің осы тапсырмаларды оқушыға орындатып, оқушылардың аты жөндерін жаздырып қойыңыз, сыныбын, күн ретін. Сол кезде ұялмай көрсете аласыз, яғни тексеруден ойдағыдай өтесіз. Бұны да біліп жүргендеріңіз дұрыс. Одан кейін әрі қарай топтық тапсырма болады, 10 минут, эмоциялық рөлдік жағдайлар. 1, 2, 3, 4 деген реттік нөмірлерді сыныптағы оқушыларға таратасыз да, 4 топқа бөлесіз де, осы 4 топқа бөлесіз. Одан кейін мынаған нөмір қоя салайын, бақаду сіздер айып етпеңіздер. Сосын жаңағындай реттік нөмір жазылған жетондарды әр топтың бір оқушысынан келіп алуын өтінесіз, немесе осыларды параққа жазасыз да қиып, емтихан кезінде билет алған сияқты бір қиылған тілмеше парақтардан оқушыларға алдыртасыз. Яғни онда жазылған 4 тапсырманы әр топ орындайды. Яғни рөлдік жағдайлармен көрініс көрсетеді, қысқаша ғана. Одан кейін оған кері байланыс бересіз, оқушыларға мадақтама айтып. Одан кейін сабақтың соңына да кеп қаппыз балалар, әні міне дегенше дейсіз де, бұны да жеке шығарып ақ параққа, бір ақ параққа А4 2-2-ден қондырсаңыз, бір ақ парақ арқылы 2 оқушыны қамтисыз. Жекелеме таратқаныңыз дұрыс. Бұлардың бәрі жаңа айттым ғой, сырттан тексеру келген кезде сіз ұялып қалмайсыз, тығырықтан шығасыз. Бұндағы 5 сұрақтың тиісті жауабын оқушылар белгілейді. Бұны шығарып жекелеме орындатсаңыз оқушыларға, немесе осыны онлайн платформаларға қондырып,
чатыңыз болса, жалпылама сол сыныппен сол чатқа сала салыңыз. Негізінде Google форма бар ғой, сол жақсы. Google кестеге толтырып, соны таратсаңыз, ол жерде бірден артынан кімдер қанша сұраққа жауап бергені түгелін шығарып береді ғой, нәтижесін. Қанша оқушы қатысып, қанша, олай да болады. Немесе жаңағыдай жекелеме параққа шығарып, оқушыларға жеке-жеке орындаңыздар деп беруіңізге де болады. Одан кейін міне дайын жауап арқылы жаңағы егер қағазға шығарсаңыз, осы жауап бойынша слайдтан көрсетіп қоясыз да, оқушыларға өздеріне тексертесіз. Соң кім қанша ұпай алды, бір сұрақ 1 ұпай, сонда максимум 5 ұпай жинау керек дейсіз. Бұл бойынша, тест сұрақтары бойынша қорытынды жасап алғаннан кейін сабақты аяқтайсыз. Балалар, бұл сабақ арқылы не білдік біз? Бұл сабақ арқылы эмоциялық өзін реттеуді үйрендік. Құрдастармен дұрыс қарым-қатынас орнатуды қалай орнату керектігін білдік. Дағдарыс жағдайында дұрыс шешім қабылдауды үйрендік. Ендеше бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді күнделікті өмірлеріңде қолданып жүріңдер деп келесі сабаққа шығарып саласыз. Сізге де рахмет назар салып қарағаныңызға. Бір керегіңізге жарасын тарата отырыңыз.